Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ашытылған қырыққабат салатын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен қырыққабаттарымызды бөлік-бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне осылай. Одан соң жіңішкелеп турап аламыз. Айта кетейін, қырыққабатымызды жіңішке қылып турауымыз қажет. Қалың болмауы керек. Қалғандарында мен айтқандай турап алатын боламыз. Міне барлығын турадық. Енді үккішімізбен бір сәбізімізді алып, үккішіміздің майда тісінен өткізіп аламыз. Міне өткізіп алдық сәбізімізді. Енді қара домалақ бұрышымызды, лаваш жапырағымызды, тұзымызды саламыз. Айта кетейін, бізде 2 қырыққабат болғандықтан біраз қасық тұз қостық. Одан соң араластырып аламыз. Содан соң ыдысымызға салып алатын боламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Бар күшімізбен басып аламыз. Одан соң бетін жауып, ауыр затты қойып 2 күнге қоямыз. Міне дайын. Енді осылай тесіп аламыз. Бетін жауып, тағы да қойып қоямыз. Міне біздің ашытылған қырыққабат салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.